Короче, показываю, чтобы было вам понятно, но біздің үй осы жерде өстік. Біраз менің папаларым да өскен бұл жақта. Так, енді қараңыздар. Қазір көрсетем салынып жатқан үйді. Вот он. Мына үй. Бұл жаңа кіреберістің барлығын түсіріп бердім сіздерге. Мына жақтың барлығы кілет, андай мұндай. Енді ауылда всегда осылай ғой. И мына біздің ескі үй. Осы мына үй біткеннен кейін мынаны полностью бұзады. Прикиньте. Вот. Входной дверь, ана жерде жаңа мен кірген жақ. Бізде ауылдағы үй. Жаңадан салынып жатқан үй. Қараңыздар сіздерге кішкене көрсете кетейін. Так, я как поняла, здесь будет топка. Да? Здесь топка болады. Идем дальше. Вот такой вот мини-коридор. Мына жақ бір бөлме болады. Так. Потом чуть-чуть позже мына жақ бір бөлме болады. Мынау, походу, зал. Өйткені дәу. И так. Тут еще комната. И вот тут комната. Тоже. Мына жақта да бір бөлме бар екен. Қараңыздар. Так, я хочу посмотреть, что тут. Это типа входная. Ну, сыртқа шығатын есік, түсінгенім бойынша екі есік болады. Но кухня, значит. Я как поняла, это кухня. 3 спальный и бір зал. Сосын төбесі бар. Төбесі бар, бұл жаққа түсінгенім бойынша шығуға бола ма? Бөліп атпай. Ну ладно, короче, там я не смогу подняться, кажется. Біз үйде шай ішіп отырмыз. Шайдан чай, чайдан чай. Мынау салат не деген искусство. Но не деген искусство. Мама айтса, не деген искусство. Без майонеза, без ничего. Просто чеснок қоя салған сізде. Түсінбеген неме деп қоймын. Чеснок өзінде тұр. Бізде анау пісіру, ет, анау мына естеріңізде ма? Вот.